Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен 9-шы сыныптан ТЖБ талдайтын боламыз. Бұл 3-90-дікі. Так, бірінші нұсқасын талдай кете берейік. Енді радиан арқылы өрнектеңіз. Қанша градус беріліп тұр? 420 градус дейді. Көбейтілген градус радианға айналдыру үшін пиге көбейтіп 180 градусқа бөліп тастаймыз. Сол кезде бізде шығады, мына екеуін қысқартамыз. 60-ға қысқартамыз. Сол кезде 3 шығады, мынада 7 шығады. Сол кезде бізде 7 пи бөлінген 3 деген жауап шығады екен. Ол бізде міне бұл нұсқасында тұр. Енді екінші есепке кеттік. Бұру бұрышы 0,6 радиан градус арқылы өрнектеңіз дейді. Енді бұл жерде бұл есепті өте оңай. Калькулятор пайдаланып шығарсаңыздар болады. Негізі 1 радиан жазып қойық. 1 радиан бізде неше градусқа тең болу керек? 1 радиан бізде жуық шамамен 57 бүтін 296 градус болады. Енді біз көрейік. 0,6 беріліп тұр ғой бізде, демек осы 57 бүтін 296 градусты аласыңдар да 0,6-ға көбейтесіңдер. 0,6. Енді калькуляторды ашайық оқушылар. Калькулятор 57 бүтін 296 көбейтілген 0,6 дейміз. Енді көріп тұрсыздар, бізде қанша шығып тұр? 37 и 3776. 34 өтір 3776. Енді бұны жуықтаймыз. Жуықтаған кезде қараңыздар, өтірден кейін тек бір ғана сан тұр. Демек, өтірден кейін бір ғана сан тұратындай жуықтаймыз. Енді мына 7-ге қараңыздар. Мына 7 жуықтаған кезде алдындағы 3-ті 4-ке өзгерте алады ма? Өзгерте алады, себебі 5-тен үлкен сандар жуықтаған кезде алдындағы санды бір санға қосасыздар ғой, бір санды қосасыздар. Сол кезде мына 3 4-ке өзгереді. Сол кезде 34 бүтін 4 градус шығады екен. Жуық шамамен олда. Демек, бізде Д ответ шығып тұр. Енді келесі есепке кеттік. Бірлік шеңберді пайдаланып, төмендегі тригонометриялық функциялардың мәндерін координаталық жазықтықта көрсетіңіз дейді. Мәндерін дейді. Так, мәнін анықтау керек бізге ең бірінші. Так, есептеп кете берейін сразу. Маған тең дейін. Астыға қарай жалғастырамын. Тең. Минусын алдына шығарып жіберейін, себебі синус бізде тақ функция. Синус 240 градус деп аласыңдар. Минус синус 240 градус. Енді минус синус дейміз. 240 градусты біз келтіру формуласы бойынша 180 градус қосылған 60 градус деп алуымыз керек. Дұрыс қой, 180 240 60 болса 240. Енді синус 180 градуста өзгермейді дейсіңдер. 60 градус шығады. Енді бұның таңбалар ережесін анықтауымыз керек. Синустың таңбаларын жазып қойын. Плюс плюс, минус минус. Енді 240 градус шамамен ол нешінші ширекте жатады екен? 3-ші ширекте жатады. Енді 3-ші ширектегі таңба минус шығып тұр. Міне ширектік таңба минус шығады екен. Және де өзінің алдындағы минуспен осы 2 минус бізде плюсті береді. Сол кезде синус 60 градустағы мәнін қоя саламыз. Ол синус 60 градустағы мән бізде түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Тригонометрия кестесінде бар ғой. Демек, синус минус 240 градусымыз бізде ол түбірасты 3 бөлінген 2-ге деп аласыздар. Енді бұның мәнін табу керек қой бізге. Мен мына жерге жалпы түсінікті болу үшін бір кішігірім сызайын. Мысалы, бізге 150 градустың қаяқта жатқанын анықтау керек. Демек, мына жерді бәріміз білеміз. Мына жер 90 градус болады. Мына жер 0 градус.
мына жер 180 градус болады. Дұрыс па? Мына жеріміз 270 градус, ал мына жеріміз бір айналып келеді 360 градус болады деген сөз. Енді мына 150 градус қай ширекте жатады деп ойлайсыздар? Әрине 90 мен 180 арасында. Мына жерде жатады. Демек, стрелкамен көрсететін болсақ, 150 градусымыз бізде мына жерде жатады деген сөз. Ал енді бізде қарасаңыздар, минус таңбасымен берілген градус, демек ол оң бағытпен кетпейді, ол теріс бағытпен кетеді. Ол теріс бағытпен кетсе, мына 270 болып тұрған жеріміз минус 90 градус болады. Ал мына 180 градус болып тұрған жеріміз минус 180 градус болады деген сөз. Ары қарай кетсек, минус 270 градус деген сияқты. Енді мынау аныкын қай жерде жатқанын көрсетейік, сонымен бұл есепті бітірейік. Енді минус 240 градус болса, демек теріс бағытпен жүретін болса, мына жер минус 90 градус, мына жер минус 180 градус, мына жер минус 270 градус болады деген сөз. Енді минус 240 градус әрине минус 180 мен минус 270 градустың арасында. Мына жерден 0 градус деп жазып қойын. Демек, мына жерден басталады да, стрелкамен көрсетіп қойыңыздар. Минус 240 градусымыз мына жерде жатады. Бұл ширек бойынша мынау бізде бірінші ширек болса, мынау бізде екінші ширек деген сөз. Енді бұл бізде асы етін. Енді бысына кеттік. Бысына бізде не беріліп тұр? 23 пи бөлінген 6. 23 пи бөлінген, мына теңдігін әп жазып қойдым мен. Так, косинус 23 пи бөлінген 6 деп алайық. Енді пидің білесіздер сіздер қанша градусқа тең екен? 180 градусқа тең. Және де оны 6-ға бөліп градусқа айналдырып алайық. Калькуляторға саласаңдар да болады. Мына жерде косинус, енді мен біліп тұрғаннан кейін бірден жаза салайын. 330 градус болады екен. Енді 330 градусты бағанағыдай аламыз. Тура мәнін анықтау үшін косинус. Енді бұл жерде 180 әріде жатыр бұл градус. Демек, оған жақынырақ градусты ала берем. 270 градус қосылған 60 градус деп аламын. Міндетті түрде келтіру бұрыштарын алу керек. 90, 180 деген сияқты. Бұл келтіру формуласы деген тақырыпты мектепте жақсы өткен болсаңыздар, мен айтып отқан нәрсемді қазір жақсы түсінесіздер. Енді 270-те ол бізде өзгереді. Синус 60 градус деп жазамыз. Енді бұның да ширектік таңбасын анықтауымыз керек. Косинустың таңбалар ережесі 1 мен 4 ширек плюс 2 мен 3-те минус ол. Енді 330 градус деген ол білесіздер 270 мен 360-ның арасында жатады. Ол 4-ші ширек. 4-ші ширекте таңбасы плюсті мына жерге жазбай-ақ қойсақ та болады. Енді синус 60 градустағы мәнді жазамыз. Оны кестеден қарасаңдар, ол да түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең болады. Енді тағы да мені бірлік шеңбер сызам. 330 градус дегеніміз, мысалына 90 градус қой. Мына жер 180 градус. Мына жер қанша? 270 градус. Ал мына жеріміз басында 0 градус болып тұрады. Бір круг жасап келгендіктен мына жер қайтадан 360 градус болады деген сөз. Демек, мына 0 градустан былай шығады да, ол келет. Мына жерге кеп жайғасады ғой. 330 градус 4-ші ширекте жатады екен. Ол 270 мен 360-ның ортасында. Міне. Осылай координаталық жазықтық сызып, бірлік шеңберді сызып көрсетесіздер. Ал мәні қанша болды десеңіздер, міне мәндері мынаған тең деп айтасыздар. Кеттік, келесі есебімізді көрейік енді. Тік бұрышты, үш бұрышта дейді. Синус А 11-де 7 табыңыз дейді. Тік бұрышты, үш бұрышта. Енді бұл жерде тік бұрышты, үш бұрыш деп айтып тұр өзі. Оны мына ереже бойынша табамыз ғой. Мысалы, тік бұрышты, үш бұрыш сызып қойық. Мен мына жерді білеміз. Мынау А катеті, мынау Б катеті, мынау С гипотенузасы. Мына жер А болады, мына жер
с болады, мына жер б болады деген сөз. Енді альфа деп тұрғанымыз мына жер ғой. Осы жерді аласыздар сүйірбұрыш деп. Енді мына жерге мен а квадрат қосылған в квадрат тең с квадрат деген Пифагор теоремасын жазып қойын. Бұл теореманы бәрі біледі. Енді мынау сүйірбұрыштың синусы бізде. Мына сүйірбұрыштың синусы а-ның с-ға қатынасы болады. А дегеніміз қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы деп айтамыз. Косинус альфа. Енді бұл іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Демек, в-ның с-ға қатынасы деп аламыз. Ал тангенс альфамыз бізде қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы дейміз. Котангенс альфа тура осыған керісінше болады. Мынау бізде жалпы мына есепті шығару үшін білуге тиісті жағдайлар, білуге тиісті формулалар ғой. Үшбұрыштан сүйірбұрыштың синусы, косинусы, тангенсі, котангенсі қалай жазылу керек екенін білуіміз керек. 4 жағдай бар. Және де Пифагор теоремасы. Енді бізде есепте не берілген? Синус берілген. Синус дегеніміз жазып қойын. А бөлінген с екен. Демек 7-нің орнында бізде не тұр деген сөз? А тұр деген сөз. Ал кейбір орындарына жазып қоймын, мен жалпы түсінікті болу үшін жазып жатырмын. Сіздер ана БЖБ, ТЖБ жұмыстарын жазған кезде жазбай қойсаңыздар болады негізі. Енді мынау с-ның орнында тұр деген сөз. Енді қараймыз, А катеті бізде мына жерге жайғасады. Демек, бұл жеріміз 7 болады екен. Ал гипотенузамыз 11 болады деген сөз. Демек, бізде А белгілі, С белгілі, Б-ны табамыз ғой. Енді Пифагор теоремасы кетті. 7-ның квадраты қосылған b-ның квадраты тең 11-дің квадраты деп аламыз. 7-ның квадраты 49 қосылған b квадрат тең 11-дің квадраты 121. b квадрат табу үшін 121-ден 49-ды азайтуымыз керек. Так, қанша шығады екен? 72 шығады екен. 72 тексере салайықшы. 121 азайтамыз 49-да. Дұрыс 72 шығады екен. Енді мынау квадраттан құтылуымыз керек. Бұл квадратымыз бізде не істейді? Түбір астына болып кетеді, 72 деп аламыз. Ал 72 дегеніміз бізде қанша? 36 көбейтілген 2 болады. 36-тан қанша шығады? 6. Түбір астында 2 деген сөз. Енді бұл бізде b анықталды. Көріп тұрсыздар, b-ны анықтадық. Енді бізде бірінші a-сы нені анықта деп тұр? Так, мынаны өшіре салайын, мына теңді. Мына жерде бізде косинус альфаны анықта деп тұр. Косинус альфа формулаға қарайық, b-ның с-ға қатынасы. Ал біз b-ны жаңа ғана таптық. 6 түбір астында 2. Ал с дегеніміз ол бізде 11-ге тең, ол басынан бастап бізде тұр емес пе? Енді b-ны қараймыз. Мысалы, мына есепке сразу жазып қоя салсақ болады негізі. Мына жерге a тең 7, с тең 11 деп. Мына b-ны таптық сол арқылы. Енді b-да бізде тангенс альфаны тапсын деп тұр. Тангенс альфа енді a-ның b-ға қатынасы болады. Демек 7 бөлінген 6 түбір астында 2. Осылай қалдыра беріңіздер негізі. Иррационалдықтан құтылу деген шарт жоқ қой бізде. Котангенс альфада осы тура керісінше жазылады. Міне b бөлінген a бөлінген b, мына b бөлінген a болады деген сөз. Демек 6 түбір астында 2 бөлінген 7 шығады деген сөз. Міне оқушылар, мына 3 жағдай сіздерде жауап болады. Мына 3 жағдайды жауап қылып аласыздар. Мына жүйені жазбай ақ қойыңыздар негізі, мен әшейін түсінікті болу үшін жазып отырмын. Енді келесі есепке. 5-ші есеп. 5-ші есепте мына жерде мына формуланы білу керек бізге. Мұны қызылмен жазып қойын. Синус
альфа қосылған бета. Бұл бізде қандай формула десеңдер? Қосу формуласы. Қосу фс деп жазып қоясың. Қосу формуласы деп оқып аласыздар. Ол бізде синус альфа көбейтілген косинус бета қосылған косинус альфа көбейтілген синус бетаға тең. Енді демек, мені қарасаңыздар, бізде синус пи бөлінген 3 қосылған альфаға тең болып тұр ғой. Демек, синус пи бөлінген 3 косинус альфа болады. Қосылған косинус пи бөлінген 3 синус альфа болады деген сөз. Енді мына жерде 3 қарап астымен жалғастырып кете беремін мына есепті. Негізі уже есепті шығарып кеттік оқушылар. Енді бізге нені табу керек? Косинус альфамыз бізде құдайға шүкір бар. Осы арқылы синус альфаны таба салу керек. Ол үшін міне тағы да формула жазады екен, міне қызыл. Мына формуланы 9-шы класс оқысаңыздар, білмейтін оқушы жоқ деп ойлаймын, 9-шы класты оқыса. Так, енді бізде мына жерде косинус альфа бар, нені табу керек? Синус альфаны. Демек, синус квадрат альфа деп аламыз. 1 минус косинус квадрат альфа болады. Демек, енді қараңыздар, мына жерде альфа нешінші ширекке тиісті деп тұр? Альфа бізде мынау екінші ширекке тиесілі деген сөз. Себебі пи бөлінген 2 90 градус болады. Мынау 180 градус болады. Енді мысалы косинустың мәні бізде минус таңбасы болып тұр, дұрыс па? Демек, косинустың таңбалар ережесін жазып қойық. 1 мен 4-ші ширек ода плюс, мынау 1-ші ширек бізде, мынау 2-ші ширек, мынау 3-ші ширек, мынау бізде 4-ші ширек. Міне 1 мен 4-ші ширек плюс, 2 мен 3-ші ширек минус. Енді ол 2-ші ширекте жатыр, альфа көріп тұрсыздар. Демек, ол 90 мен 180 арасы, ол мына жерде жатыр деген сөз. Демек, оның косинус альфаның мәні минус болу шарт ол жерде. Ал енді бұл бізде нені кеді? Косинус альфаны кетін. Енді синус альфаныкін жазайын. Негіз алдыңғы есептерде де жазған. Бірақ енді бұлай нақты жазылған жоқ жерде. Осы себеп жаза берейік. Енді 2-ші ширек бұл жерде міне қайтадан мына жер ғой. Демек, оның таңбасы плюс болу керек қазірше. Қазір мына жерде синусты біз табамыз. Кеттік. Синус альфа тең плюс минус түбір астында 1 минус косинус альфа, косинус квадрат альфа деп алуымыз керек қой. Енді кеттік. Қазір мына жерде плюс минусына мән берудің қажет жоқ уже. Себебі бізде альфа 2-ші ширекте синусымыз плюс таңбасына тиесілі болады екен. Демек, мынаны уже ескерудің қажет жоқ. Бірақ енді міндетті түрде жазуымыз керек. 1 минус жақшаның ішінде косинус альфаның мәнін қоямыз, ол түбір астында 3 бөлінген 2 болады. Тең 1 азайтылған квадраттайық. Мына жерде сіздер шатасып жүрмеңіздер. Мына 2 минус қатар тұр, плюсті беріп жібереді деп. Мына ішіндегі минус ең бірінші кезекте ол квадратталады. Соны ұмытпау керек. Демек, түбір астында 3 дегеніміз ол бізде 3-тің өзі шығады, ал 2 дегеніміз 4 шығады. Минусы қайда десеңдер, минус автоматты түрде плюс болып кетеді. Себебі кез келген санның квадраты оң сан. Енді мына 1-ді бөлшектің бөліміне қарай 4 бөлінген 4 деп аласылайық. 4 4-ке бөлсек 1 шығады ғой. Енді 4-тен 3 азайтасыңдар, 1 шығады. Асты 4 өзін жазамыз. Мынада 1, мынада 2 шығады деген сөз. Енді бізге не тапсын деді? Мынау формуламыз бағана. Мына жерден аштым есепті, сол бітпей қалып еді ғой. Мына жерге көк бастымен жалғастырып кетейін. Мына жер өзінше бөлек тұр. Тең деп жалғастырамыз. Енді синус пи бөлінген 3 дегеніміз ол бізде нешеге тең? Синус 60 градус қой. Синус 60 градусымыз түбір астында 3 бөлінген 2 деп жазып қоямыз. Көбейтілген косинус альфа бізде беріліп тұр. Минус түбір астында 3 бөлінген 2 болып тұр. Қосылған синус альфаны біз жаңа ғана таптық. Міне синус альфа тең 2-ден 1-ге тең екен.
Енді бірінші косинус пи бөлінген 3 косинус 60 градустағы мәнін жазып алайық. Ол 2-ден 1-ге тең. Синус альфамыз 2-ден 1-ге тең деген сөз. Демек, мына жерде минус алдына шығады. Түбірасы 3-ке, түбірасы 3-ке өйтсек 3-тің өзі астында 2 мен 2 ол 4 болады. Қосылған 4-тен 1. Енді ортақ бөлім минус 3 плюс 1 бөлінген 4 шығады. Бір бөлшекке алған кезде, демек минус 3 плюс 1-міз минус 2 бөлінген 4. Бұл дегеніміз енді бірден жаза салайыншы оқушылар. Жазатын жер қамат. Минус 0,15 шығады. Мына жер бізде оқушылар жауап болады сіздерде. Есепті негізі осылай толық түсіндіргенім дұрыс па сіздерге? Әр мелочына, әр деталіна комментарийға жаза кетсеңіздер. Негізі нақты талдау керек деп ойлаймын. Себебі есепті сіздер жазып қона қоймай, оны түсінулеріңіз де керек. Енді 6-шы есеп, соңғы есеп бұл жерде. Бірден жаза кетейік. Бұнда есептің берілген жазып отпаймын, мынаны тең деп шығарып кетем сразу. Дұрыс қой, Енді косинусты мынау уже келтіру формуласын түсінікті. Бағанағы жоғары айтылғандай 180 градус қосылған 30 деп аламыз. Именно 180-ді алуымыз керек бұл жерге. Себебі бізде келтіру бұрыштары өзі 90, 180, 270, 360 болады да. Ал себебі мына жерге қазір 200 градус қосылған 10 градус деп ала алмайсыздар ғой. Негізі болады да олай алуға, бірақ бізді мәндерін таба алмай қаламыз үйтетін болсақ. Енді мына жерде келтірілген бұрыш болады мынауда. Себебі ол 360 градустан асып кеткен. Сол себепті мынадан 360 градусты минусовать етіп тастайсыздар. Ол бізде қанша шығады екен? Тангенс 120 градус шығады деген сөз. 360-ты азайтып тастау керек. Енді синус тақ функция, мына минус алдына шығады, ана плюсті минусқа өзгертеді. Синус 240 градус дейміз. Минус, мына жерімізде көріп тұрсыздар, 360 градустан асып кеткен, бұдан да 360 градусты азайтып тастаймыз дейміз. Котангенс қанша шығады? Азайтсақ 60 градус шығады. Мысалы, сіздер мынандай қылып жазсаңыздар, котангенс 420 градусты, котангенс 60 градусты. Оны тексерген мұғалім сіздерді бірден түсіну керек, 360 градусты азайтқандарыңызды. Енді кеттік, косинус 180-де өзгермейді, косинус 30 градус шығады. Және де бұл бізде нешінші ширек десеңдер, мен мына жерге сызып қойын. Екінші ширек емес, кешірім өтінем, үшінші ширекте жатады. Себебі 180 мен 270-дің арасы ғой, Енді косинустың таңбалары 1 мен 4, 2 мен 3 минус. Демек, мынаның таңбасы қазір бізде минус болу керек. Енді минус тангенс, бұны да алайын. Себебі бұны енді алатын себебі, одан 360-ты азайттым ғой. Бұны 90 градус қосылған 30 градус деп алу керек. Минус синус, мына 270-ті 180 градус қосылған 60 градус деп алуымыз керек. Азайтылған котангенс 60 градус өзі дайын тұр, ол өзі жазыла берсін. Демек, минус косинус 30 градус дейміз. 36 деп шатасып жүрмеңіздер, 30 градус. Тангенсте 90 градусты өзгереді, котангенс 30 градус болады. Енді бұл бізде нешінші ширек десеңдер? Екінші ширек бұл бізде. Плюс, плюс, минус, минус. Тангенстің таңбасы осындай. Міне екінші ширекте жатады. Екінші ширекте жатса, бұның таңбасы, аргумент ішінен шығатын таңбасы минус болады. Демек, мына алдындағы тұрған минусты бар ғой, баратта плюске өзгеріп тастайды. Енді 180-де өзгермейді. Синус 60 градус болады екен. Бұл да синустың таңбасын жазып қойын астына ерге. Нешінші ширекте ойлайсыздар? Ол бізде мына жерде 180, мына жерде 270, бұл үшінші ширек. Үшінші ширекте синустың таңбасы. Үшінші ширекте синустың таңбасы минус болады деген сөз. Енді кеттік. Демек, бұда да минус шығып тұр. Мына да минус алдындағысына не істейді? Әсер етеді. Плюс қылып жараймыз бұнда. И минус котангенс 60 градус. Енді минус косинус 30 градуста, ол минус
түбірасында 3 бөлінген 2-ге тең болады. Плюс котангенс 30 градусымыз нешеге тең оқушылар? Котангенс 30 градусымыз қателеспесем түбірасында 3 болу керек. Қазір ойланып алайын. Дұрыс, түбірасында 3 болу керек. Плюс синус қанша градусымыз мынау? Синус 60 градусымызда түбірасы 3 бөлінген 2 болады. Ал котангенс 60 градусымыз түбірасында 3 бөлінген 3 болады. Енді есепті болды, есептей саламыз, сонымен бітті. Енді мына жерде сразу қысқарып тасылайық. Екеуі бірдей, таңбалар қарама-қарсы. Енді мына түбірасында 3-іміздің астында 1-1, значит болғанмен 3-тен берем ортақ бөлім. Ал мынаған 1-ден берем. Сол кезде бөлшек 3 түбірасында 3 бөлінген 3 болады, мына минус қойып қоямыз. Түбірасында 3 бөлінген 3. Екеуін бір бөлшекке аламыз. 3 түбірасында 3 азайтылған түбірасында 3. Енді көп оқушылар мына жерде түбірасы 3 пен түбірасы қысқартады, 3 бөлінген 3 1 деп қояды жауабын. Ол дұрыс емес. Енді мына жерде 3 алма тұр деп ойлаңыздар. Мына жерде 1 алма тұр деп ойлаңыздар. 3 алманы 1 алманы азайтсақ 2 алма қалмай ма? Демек 2 түбірасында 3 бөлінген 3 деген сөз. Себебі мынаның алдында 1 болады. Мына алдындағы 3 деген коэффициентпен 1 деген коэффициент азайтылып 2 деген жауап шығады деген сөз. Мына оқушылар, мынау бізде соңғы есебіміздің жауабы. Сіздерге талдау ұнады деген ойдамын. Егер де сізге осы БЖБ талдау пайдалы болған болса, лайк басып, комментарийге жазып, жақсы пікірлерді және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет видеоны қарағандарыңызға. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.